Қайырлы күн, құрметті бизнес әріптестер, қайырлы күн, құрметті менің достарым. Сіздерменен мен жүздескеніме өте қатты қуаныштымын. Мен бүгін сіздерменен видео түсірілімді ары қарай жалғастырамын. Менің бүгін видео түсіріліміме түсетін тақырып, яғни қозғайтын тақырыбым бизнес әлемінің негізгі ережесі. Бизнесте жетістікке жету үшін ең басты ереже ол әрине жауапкершілік. Біз бүгін сол жауапкершілік дегеніміз не, сол жауапкершілік турасындағы әңгімемізді ары қарай өрбітетін боламыз. Менің видео түсірілімім сіздерге ұнаса, әдеттегідей тіркеліп өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз, сіздердің әрбір қолдауларыңыз маған шабытыма шабыт қосып, керемет әсерге бөлейді. Кеттік, сол тақырыпты ашып, сол тақырып жөнінде әңгіме айтайық. Бұл жерде бизнес әлемінің негізгі ережесі ол жауапкершілік. Қай бизнесті алмаңыз сіз, қай жұмысты алмаңыз, қандай қызметті алмаңыз, ол жерде ең үлкен әрбір адамға жүктелетін нәрсе өз саласының жауапкершілігі жүктеледі. Сіз мұғалім болсаңыз, яғни сіздің өзіңіздің білім саласындағы жауапкершілігіңіз болады. Сіз дәрігер болсаңыз, сіз адам өмірі үшін барынша қолдан келген әрекетіңіз жасайтын боласыз. Өйткені сіз адам өмірі үшін жауапкершілікті өз мойныңызға аласыз. Дәл бизнесмен де сондай жауапкершілікті мойнына алады. Яғни біздің жауапкершілік деп отқанымыз жауапкершіліктің әрбір түрі бар да, бөлек-бөлек түрі бар. Сіздің балаңыздың алдында, семьяңыздың алдындағы жауапкершілік, біз бүгін сол жөнінде айтамыз. Яғни сіз бизнесті таңдадыңыз ба? Мен жетістікке жетем, мен өмірімді өзгертем, мен табысқа қайтсем де жетем деген шешімді қабылдадыңыз ба? Онда сіз әрине өз-өзіңізге жауапкершілік аласыз. Ең бірінші кімнің алдында жауапкершілік аласыз? Семьяңыздың алдында жауапкершілік аласыз. Одан кейін сіз балаларыңыздың алдында жауапкершілік аласыз. Мен осы бизнес таңдадым, мен осы бизнесте қалай да болмасын мен жетістікке жетем деп өз-өзіңізге уақытты пландап, уақытты қойып, мына уақыт пенен мына уақыттың аралығында, яғни мысалға 2022 жыл менен 2025 жылдың аралығында мен мынадай дәрежеге, мен мынадай табысқа, мен мынадай үлкен командаға қол жеткізем деген сияқты сондай бір не істейсіз, өз-өзіңізге жауапкершілік аласыз. Сол жауапкершілікті алу арқылы, сіз әрекетіңізді жасау арқылы, сіз бизнес әлемінде жетістікке жетесіз. Қандай бизнес болсын? Ол сетевой бизнес болсын, ол жаңағы традиционный бизнес болсын. Жалпы бизнес әлеміндегі ең үлкен қағида ол жауапкершілік. Әрбір адам өзіне жауапкершілікті алған кезде ғана жетістікке жете алады екен. Мен жетістікке жетем, мен жетістікке жетем, мен қайтсем де жасаймын, мен бизнес жасаймын деген әңгіме бұл жерде қысыр әңгіме, роль не играет. Только бұл жерде играть ететін нәрсе, сіз өзіңізге қашан толыққанды мен осы салада жетістікке жетем, мен осы салада үлкен табысқа қол жеткізем, мен осы мүмкіндік арқылы өз өмірімді өзгертем, мен осы мүмкіндік арқылы жаңағы үлкен табысқа жетіп, бүткіл жақындарымның, өзімнің өмірімді өзгертем деген үлкен жауапкершілікті алсаңыз ғана, сіз не істейді екенсіз?
сіз табысқа жете алады екенсіз. Құрметті менің оқырмандарым, құрметті менің достарым, қай салада болмасын жауапкершілік алу ол ең үлкен сол саланың негізгі қағидаларының бірі болып есептеледі. Сіз қай саланың маманы болсаңыз да, өзіңізге жауапкершілік алсаңыз, сіз міндетті түрде сіз табысқа жете аласыз. Түсіндіңіздер ғой, иә? Менің бүгінгі тақырыбымды мен сіздерді түсінді деп ойлаймын. Үлкен табысқа жету үшін ең маңызды қағиданы жалпы ашып түсіндірдім. Әрбір адам өзіне жауапкершілік алса ғана табысқа жететінін ешқашан ұмытпау керек. Сіз жауапкершілік алсаңыз, сіз міндетті түрде өз салаңыздың үздігі бола аласыз. Сонан кейін жауапкершілікті алғаннан кейін мен осы өзімнің таңдаған саламда міндетті түрде үздік болуға тиіспін. Үздіктің үздігі болуға тиіспін деген сізде тағы да керемет екінші жауапкершілік болу керек. Сіз сол кезде бизнес әлемінде бағындырмайтын белесіңіз, сіз үшін алынбайтын асыл болмайды. Менің бүгін сіздерге жауапкершілік турасында айтқан тақырыбым ашылды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса маған жолдаңыздар, мен сіздердің сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беремін. Пікір бөліміне жазып өтіңіздер. Сіздер де менің айтқаныммен келісесіздер ме? Соңында жазып өтіңіздер. Келесі видеоларымда жүздескенше сау, саламатта болыңыздар, аман болыңыздар.